болашақ пайғамбардың Бәну Сағд тайпасындағы өмірі. Қалада тұратын арабтар нәресте туысымен оған арнайы сүт-ана жалдайтын. Мұндай сүт-аналарды олар мейлінше шөл далада тұратын бәдәуи әйелдердің ішінен қарастыратын. Мұның мәнісі біріншіден, далалы ауылды жерде өскен бала дені сау, шымырда ширақ әрі қайратты болып қалыптасады. Ал қалада отырықшы халықтың арасында жайлаған түрлі індеттер көп еді. Екіншіден, ауылды жерде өскен бала тілі шыққаннан таза араб тілін үйренетін. Бала Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам дүние есігін ашқан күндерде Меккеге сүт бауырлар қарастырып, Бәну Сағд ибн Бәкір ибн Хауазин тайпасының бір топ әйелі келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкесіз қалған жетім болғандықтан, оны сүт аналарының ешқайсы алғысы келмеді. Дегенмен өзге сүт бала таппай, ешқандай таңдауы қалмаған әйелдердің бірі Халима бинт Әбу Зуайб лажсыздан Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам емізуге алады. Әуелде сәби Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам амалсыздан алғанымен, уақыт өте келе Халимаға өзге әйелдер қызғана қарайтын болды. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сүт анасы Халиманың күйеуі Әбу Кәпша деген күниямен аталатын Харис ибн Абдул-Ғузза болатын. Екеуі де Бәну Сағд руының тумалары еді. Халима мен Харистің Абдулла есімді ұлы, Әниса және Жузама есімді қыздары барды. Осы үшеуі пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам Халима арқылы сүт бауырлары. Сәби Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам сүт бауырларының ішінде Шима деген лақабатпен аталып кеткен сүт бауыр әпкесі Жузама күтіп бағатын. Келесі тақырыбымыз сүт ананың отбасына келген береке. Басқа тақырыптарды жіберіп алмау үшін арнамызға жазылып қойыңыз.